Жоқ, мен позициямды тыңдағың келе ме? Сен козел провокатор сияқты немененге мен жауап бермеймін да. Сенің анаған айдапсап, мынаған айдапсап да, сендердің тірліктерің сол біле отырып алып, шетелге барып алып. Кел мына жерге жігітше. Мен қасыма кеш, егер сенің қасына мен секіріп кетсем, мен қатын болайын. Мен сендей клоундардың қасында жоғалтып, мен арым жоғалтқан жоқ. Мен сендердің клоундардың қасында тұрып, арым жоғалтқан жоқ. Қосайлыбым, Батпи, Мамай, сендер клоунсыңдар. Сол жерде жаңағы оппозицияның рөлін атқарып отқан секендеп. Кеше ғана былтыр тікелей эфирде шықтым, Ринат Заитов осылай күшейіп тұрған. Біз осы жерде шешеміз деп. Не болды? Қамады. По крайней мере, сен сияқты қашып кеткен жоқ ол. По крайней мере, сен сияқты қашып кеткен жоқ деймін ол. Мен қашып тұрған жоқ, мен жұмыс. Енді не болсын жақта шығып алып мен. Енді не болсын жақта шығып алып. Көп айтпаймын, ау. Енді не қылсың жақта отырсын ғой, за кордонда тұрып, аттан, шығыңдар, бүйте сал, сөйте сал әкең. Хорошо, блин, жақта отырып, бүйте сал адамның өміріне. Сен клоун емес, маған жаңағы ақыл беретін, қалай саяси жұмыс жүргізіп беретін. Сен бұлай кімді? Ержан, бұл менің Қазақстан, бұл жерде менің балашағым өмір сүріп жатыр да, менің ағайыным өмір сүріп жатыр. Менің немерелерім бар, сен ана жақтан отырып ап, онан бейтіп шайқап да, сен ана жақта кім сенің артында ақша төлеп отырған мен білмеймін. Американецтер ма, біреулер айтады, КНБ дейді ма, басқа біреулер ма да, сен... Сұрақты қойдың ғой. Мен басымды кесіп алса да мен Қазақстаннан кетпеймін, мысалы. Мен өлсем, Мұқағалидың өлеңі бар да, өлсем өлем өзімнің жерімде мен, қалсам қалам өзімнің елімде мен да, мен ешқашан басқарға бар сұлтан болғанша өз еліңді ұлтан бол дейді, қазақтың сөзі. Сен ана Міржақыптардың суретін іліп қойғасың, оны немене іліп қойдың? Фамилиясын түгел қате жазып қойғасың дейді. Әлихан емес ол, Әлихан. Міржақып. Алдымен сен Қ деген әріпті жазып үйреніп ал. Міржақыптың бір ауыз сөзін айтшы. Әлиханның бір ауыз сөзін айтшы мысалы. Бір ауыз өлеңін айтпашы Ахмет Байтұрсынның. Мен орақ шабатын жетеді. Сенен бастап Қосанов, Мамайлар жетеді. Кім? Ержан. Мен әдес тұрап тұрмын ғой, жаңағы 500 деп, соның қазір өзіне бір герой сияқты не тұрсын. Саясатта басқа қасиеттер керек. Ана Міржақыптың сөзін жақтан ғана емес, жаңағы Абай не еді. Сен іліп қойып отырсың. Тұрады, мен саған айтайын, сендердің проблемаларың мынада. Сендердің проблемаларың кім? Ержан, мен сендердің бар ғой, 2 жыл істемегеніңді мен 2 айда істеймін, көресің. Сенде мына ниет дұрыс емес. Мен тырнағыма дейін қазақпын да. Баған айттым ғой 500 өлең, мен 500 өлеңге мүмкін білетін де шығармын да. Мен Мұқағалиды, Махамбетті, Әлиханның, Міржақыптың, Ахметтің өлеңдерін білем. Еркенен жаттап жүрген жоқпын. Мен мына тырнағыма дейін қазақпын да. Жанымды беруге дайынмын. Қара, алдымен еліңді сүю керек. Еліңді шексіз сүю керек. Елін шексіз сүйетін адам, елінің мақалын, мәтелін, әдебиетін, өлеңін, тарихын түгелін біледі. Сен қазақсың ғой. Әкең қазақ, шешең қазақ, тілің қазақ. 2 ауыз сөз ананы Әлиханның атын дұрыстап жаза алмайсың. Еще сен қалай сен қазақтың қамын ойлайсың? Қазақтың күйін білесің бе? Жырын білесің бе? Махамбеттің өлеңдерін білесің бе? Менің бойымда Махамбеттің рухы жатыр. Толарсақтан саз кешіп, талмай тартып шығарға қасөлектен туған кәтетті қайтпас қара нар керек біздің биткен бұл іске. Қабырғасын қаусатып, бір-біріндеп сөксе де, қабағын шытпас ер керек біздің биткен бұл іске. Осында елдер керек, сендер сияқты қашқындар емес, үріп жүретін айдалға бар. Біреудің қанын төккізіп білем. Қанын мен бі төккіз? Дулат Ағаділдің қанын сендер төккіздіңдер білем. Қасында кеп, одан менің басым артық па деді, сен тұруың керек еді. Менің қанын төгіп ал деп. Кім өлтірді оны? Сен өлтірдіңдер. Сендер айдап салдыңдар. Сен қасында тұр әкең. Сонда атын қалушы еді. Сен козел провокатор деген атын қалады тарихта, ақтың ба? Аға, Сталинград фронт қайдадың ба мен? Сирия қайдадың ба? Дулат Ағаділді. Сенің видеоларын тұр ғой, ана әйелдерге шығыңдар, анда кіріп кетіңдер, мен бірақ видеоңды көрдім. Аттан, неғып жатсыңдар, жиналыңдар. Қалай арың бар еді әйелдерді айдап сағанға. Азамат емесің бе, шалбар киіп жүрсің. Кел әкең, бір рет тудың, бір рет өлесің білем. Сенің Абай Ахмет айтады, бұндай тірлік итте де бар дейді. Бана басында тірліктен етіп тығылғанша да, одан да сен өліп қалғаның жақсы әкең. Сол жақтан барып век етеді отырғанша. Сабырлық сақта, успокойтесь қал. Аха. Кім Ержан? Ержан бұлай болсын да.